Ассалаумағалейкум қазақ елі, отандастар, жерлестер, туыстар, бауырлар. Мен Маршан қыздарыңыз, әдеттегідей Америкадан алдарыңызға шығып тұрмын. Бүгінде шыға салып, сақ болыңыздар, абай болыңыздар дегім келеді. Оған себеп көп. Сіздер енді уақыттарыңыз жоқ шығар, ол желіні шарлауға, мынау телеграм каналдарында, басқа да жерлерде қазір айтылып жатыр. Оны өздеріңізде мынау интернетте, жаңа ютубта көрген шығарсыздар. Ресейдің жаңағы шәуілдіктері, енді шәуілдейтіндері, солар қайта-қайта жамырап, мынау Қазақстан жөнінде неше түрліні айтып жатқанын естіп отырсыздар, көріп отырсыздар. Ал бұл жай емес, оның бәрінің жаңағы артында әрине жаңағы Путин тұр. Олар Путиннің рұқсатысыз бір ауызда ауыздарын аша алмайды. Жаңағы методичка дейді ғой, сценарий дейді, соның бәрін бұларға жазып береді, сонымен ғана жұмыс істейді жаңағы пропагандистері. Ал біздің Қазақстанға төніп тұрған қауіп мына Украинаға да тап солай басталған. Бірінші жаңағыдай тіл мәселесінде, одан қалды жаңағы нелері бізге ойбай шабуылдап жатыр, бізді сөйтіп жатыр, бүйтіп жатыр деп жаңағы орыстар жамыраған, орыс тілділер. Міне одан кейін барып жаңағы Путиндер, басқалар да бәрі де жоқ, біз деген соғыспаймыз, қалай біз соғысамыз, жоқ, соғыс ашпаймыз деді. Арты не болды, соны енді мынау Путиннің айтқанының бәрін кері қарай түсіну керек. Мынау Тоқаевты да байқап отырсыздар ғой, мынандай жасаймыз дейді, оның бәрі өтірік, оның бәрі терісінен келіп жатыр. Басында айтты жаңағы партияларды тіркейміз деді, тіркеп жатқан жоқ, жеңілдіктер береміз деді, берген жоқ. Мынау елбасына, мынау Назарбаевты түбегейлі құртамыз, ата заңымызда болмайды деді. Ол сөгейінде жаңағы елбасы атынан айырылғанымен, бірақ жаңағы экс-президент болып қалып, сол экс-президент ретінде бүкіл жаңағы президенттің рахатын көріп отыр, пенсияға шыққан президенттің рахатын көріп отыр. Қазақ елі әлі соны асырап отыр. Тап солай мынау Путин да өзінің сөзінде тұрмайды, бұның сөзінің бәрін керісінше түсіну керек. Енді тағы бір сөзінде мынау желідегі жүрген Путин айтып жатыр, қалай ол, кім айтып жатыр? Біз Қазақстанға қалай қарсы не істейміз деп. Қарсы істейді. Бұл жаңағы оның қазір біз өзімізді жұбатып жүрдік қой, бұна Қазақстан бұның артқы есігі ретінде қазір Қазақстанды солай пайдаланып отыр. Сондай жеңілдіктерді мынау негізінде жаңағы қысым өзі көріп жатқан кезде бүкіл әлемнен енді соңғы досы Қазақстанға ондайға бармайды деп. Баруы ықтимал, мүмкін. Оныған дәлел мынау Путиннің өзінің аузынан шығып жатқан сөздері. Бұл жайдан жай өйтіп айтып отырған жоқ. Бізді жаңағы тынышталдырған сымақ болды. Ол не деген сөз, біз қазаққа қарсы шаппаймыз деп. Шабады, сол үшін абай болыңыздар, сақ болыңыздар. Мынау кеше Тоқаевтың өзі де айтты, келесі жыл бұдан да жаман болады деп. Мынау жаңағы сенім артқан, біз оны жалдап қойған, біздің жаңағы көркейтет, жаңа Қазақстан, оның бәрі өтірік әңгіме, оның бәрі далбаса, қазақи тілмен айтқанда, оның бәрі жаңағыдай өзіне ұпай жинау үшін жасады. Енді қазір ешегі судан өткеннен кейін, 7 жылға жайқалып отырып алғаннан кейін, жайғасып отырып алғаннан кейін, енді мынандай айтып отыр, жаңағы келесі жыл бұдан да қиын болады деп. Бұдан да қиын болатыны, ол Тоқаевты ешкімде тыңдамайды, оның жаңағы қол астындағы биліктегілердің бәрі де жаңағы белгілі кімнің сөзімен жүріп, кімнің сөзімен тұрып отырғаны. Тоқаевтың сөзі оларға көк тиын. Ал Тоқаев енді қайткен күнде де жаңағы өзін президент сымақ қып көрсетіп, әйтеуір бірдеңе деу керек қой, сөйтіп деп отқан ол далбаса сөздері. Ал Ресейден
төнген қауіп ол әлі де төніп тұр. Кешегі күні мынау келген босқындардың бәрі жайдан жай келген жоқ. Көпшілігі мүмкін шынымен де бастарын сауғалап қашып келді. Ал соны пайдаланып, соның ішінде жаңағы өзінің жансыздары да Ресейдің міне сөйтіп кірді. Қазір абай болу керек. 100%, 200% абай болып отыру керек. Енді біздің орыстардан көпшілігінен әрине қауіптенбесек болады. Енді мен танитын орыстарым мен білетіндерден. Ал бірақ жаңағы со жақтан келген, сосын біздің арамыздағы жүрген мынау сатқындар, өзіміздің қара көз орыс тілді сатқындардан, міне осылардан сақ болу керек. Путиннің соғыс ашу қаупі ол тұр, ол ешқайда да кеткен жоқ. Оған Путиннің себебі де сылтауы да көп келетін бізге. Оны енді бір Алла білет, Құдай бетін әрмен қылсын әрине, бірақ дегенмен де сақтықта қорлық жоқ. Алла тағалам айтпай ма, сақтансаң сақтаймын дейді. Сақ болыңыздар, балдарыңызға абай болыңыздар. Міне естіп атырсаңыздар, мынау Ресей өзі қиратқан қалаларды Украинадағы қазір қағаз жүзінде өзінікі қылып, Ресейдің жері қылып жазып алып, енді со жерді жаңағы қала қайттан орнатпақшы, со жаққа құрылысшыларды шақырып жатырмыш. Ол құрылысшылар емес оның шақырып атырғаны, олардың шақырып атырғаны жаңағы тірі өліктер ертеңгі күні жаңағы алдыңғы сапқа қоюға. Міне соған алданып, 900 мың теңге береді екен деп кетіп бара жатырған бауырларымызға, балдарымызға енді обал, не дейміз, Құдай аясын. Егер өздерін бастарын сояқа тігіп, жаңағы қаніпезер, қанішердің қаласын соғуға, қаласын көтеруге кетіп бара жатырса, енді білмеймін, со жердегі жаңағы украиндықтардың әруақтары жатыр со жерде, сүйектері жатыр. Жиналған да жоқ көбісінің сүйектері. Орыстың да солдаттарының сүйектері сол жерде жатыр, шашылған, кезінде дұрыс жиналмаған. Міне соның үстінен қазір қала орнатайын деп жатыр бұл қаніпезер, қанішер Путин. Міне соны біле тұра кетіп бара жатырған балдарымызға енді Құдай аясын дейміз. Ал кетпеген, әлде де кетсем, барсам деп жаңағы ақшаға қызығып отырған балдарымызға айтарым, бармаңдар, естеріңді жиыңдар, адаспаңдар. Орыстардың айтатындай, жаңағы на чужом горе счастье не построишь деп. Біреудің бақытсыздығының, біреудің көз жасы, біреудің өліктерінің үстінен ақша тауып, оған білмеймін, енді оны өздеріңіз білесіздер. Ар жағын, ішкі дүниелеріңіз өздеріңізге айтар енді. Миларыңызды қосыңыздар. Ол ақша суды қолдың кірі. Түсінем, кедейшілікке бүгінгі күні Тоқаев әдейілеп халықты тығып отыр. Міне осындайға кетіп бара жатырған біле тұрса да, көріп отырса да, бармаңдар деп отырған біреуі жоқ үкіметтен. Бұл енді әрине әр халықтың өзінің, жаңағы әр азаматтың өзінің құқығы. Сол құқықтарын пайдаланып, бұл жастарымыз, бұл ер азаматтарымыз сөйтіп Ресейге жалданып, мынау кетіп бара жатыр. Украинаның қанына толған қаланы, Украинаның қаласын Ресей үшін құрып беруге бара жатыр. Енді оған айтар сөзім жоқ. Желіні әлде шарлаңыздар, көріңіздер. Қаншама осындай ТМД елдерінен барған құрылысшылар ақшаларын толығымен ала алмай, зар илеп қалып жатыр. Одан қалды бұларға жаңағыдай соғысқа шықта деген. Көрсеңіздер, желіде бұлар да жүр. Сол үшін абай болыңыздар, сақ болыңыздар. Туысқандарыңызға, балдарыңызға абай болыңыздар. Не деймін, бірігейік халқым. Бұл қауіп шынымен де төніп тұр. Маған жекеме де келіп жатыр, телеграм каналдарда неше түрлі айтылып жатыр. Көрсеңіздер болады өз көздеріңізбен. Сол үшін сақ болыңыздар, абай болыңыздар, қандай атты күнге дайын болыңыздар.
бәріміз бірігейік, бәріміз бірігіп, мынау ұры жүйені түп тамырмен алып тастайық. Сөйтіп, өзіміздің демократиялы да бейбіт өмірімізге бет бұрайық. Бәріміз бір ауыздан бүгінгі күні ОДКБ-дан шығатынымызды, Евразия одағынан шығатынымызды, Ресейдің Украинаға ашқан соғысына қарсы екенімізді, түбегейлі қарсы екенімізді бәр жерде насихаттайық, бәр жерде айтып жүрейік. Өз аттарыңыздан қорқсаңыздар, жалған аккаунт ашыңыздар, сол жерде айтыңыздар, сол жерде жазыңыздар. Бірақ үндемей қалмаңыздар. Бүгін бүкіл әлемнің десек те болады, иә? Мынау тірі жанның тағдыры шешілгелі тұр. Мына есуас Путиннан әр нәрсені күтуге болады. Сол үшін сақ болып, абай болып, балдарыңызға еге болыңыздар. Тағы да айтарым, абай болыңыздар, сақ болыңыздар, қазақ елі алға